Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз-келіншектер. Мен Алтыбаева Бибинур Мырзақасымқызы, РМ клиникасының гинеколог-хирургы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ол лапароскопия және оған деген көрсеткіштер. Лапароскопия дегеніміз ол ішкі ағзаны видеокамерамен қарап, онда қандай да бір түзілістер болса, патологиялық соларды жоюға мүмкіндік беретін операцияның бір түрі болып саналады. Қазіргі заманда ол ең алғашқы операциялардың бірі болып орын алады. Бұл көрсеткіштерге біз жатқызамыз, ол болуы мүмкін бедеуліктің жатыр түтіктік факторы, яғни қандай да бір себептермен жатыр түтігінің өткізгіштігі бұзылған кезде спайклер болуы мүмкін, ол қандай да қабыну процестері болуы мүмкін. Сол кезде біз лапароскопия жасаймыз. Бұл бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының алтын стандарт болып саналады. Лапароскопиямен бірге гистероскопия жасалынады. Кей кезде болады, онымен қатар аналық бездің кисталары да кездеседі. Яғни бұл жағдайда біз тағы да сол лапароскопия жасаймыз. Лапароскопияға көрсеткіштердің бірі ол аналық бездің кистасы. Бұл кезде яғни патологиялық кисталарды айтамыз. Функциональды кисталар бұған жатпайды. Патологиялық кисталар ол болуы мүмкін эндометриозды киста, дермоидты киста, цистаденомалар болуы мүмкін. Бұндай кезде кистаның өзі капсуласымен бірге алынады, ал сау аналық без тіні тесілмейді, өйткені біз максималды авариялды резервті сақтап қалуымыз керек. Одан басқа тағы көрсеткіштердің бірі ол миома болып саналады. Миома кезде біз әйелдің жасына, болашақ репродуктивті жоспарларына, миоманың размеріне, қайда орналасқан, матканың ішінде ме, сыртында ма, немесе бұлшықет қабатында ма, соған қараймыз. Егер де науқастың болашақта жүкті болу жоспарда болатын болса, әрине біз жатырды максималда сақтап, тек миомаларды ғана алуға әрекет жасаймыз. Бұндай кезде біздің клиникамызда арнайы инструмент бар, клипирование деген. Яғни клипция қоямыз, артерияларға, шатырға баратын уақытша қойып, қанды тоқтатамыз. Миоманы алып болған соң, ол клипсаларды қайта алып тастаймыз. Ол бізге не береді? Яғни қанды азырақ жоғалтуға және травманы аз алуға. Одан басқа көрсеткіштердің бірі ол жатыр түтіктік патология деп айтып жатамыз ғой. Гидросальпингс, пиосальпингс, сактосальпингс болуы мүмкін, немесе жатыр түтіктікті жүктілік. Бұндай кезде бізден науқастардың сұрайтын ең басты сұрағы: доктор, өтініш, жатыр түтігін сақтап қалыңызшы, сақтап қалу мүмкіндігі қанша, қандай гарантия бере аласыз? Медицина деген ешқандай гарантия бере алмайды 100%. Ол жатыр түтігінде пайда болған су, яғни сары су деп жатады ғой, гидросальпингс. Өкінішке орай ол әшейін пайда болмайды. Яғни жатыр түтіктің өткізгіштік қабілеті бұзылғандықтан, немесе қандай да бір дәрежеде бітеліп қалғандықтан, ондағы жасушалар шырыш бөле бастайды, қабыну шырышын. Соның әсерінен жатыр түтігі ісіп кетеді. Ондай түтікті қалдыру мүмкін емес. Ондай кезде өкінішке орай алынады. Егер қандай да бір себептермен дәрігер оны қалдырып қоятын болса, болашақта асқынулар болуы мүмкін. Ол яғни жедел түрде операция болып қалуы мүмкін. Себебі ол су уақыт өте келе іріңге айналуы мүмкін, немесе жарылып кетуі мүмкін. Ондай кезде түн болсын, күндіз болсын, егер жедел түрде операция жасайтын болса, лапароскопия жасау мүмкіндігі болмауы мүмкін. Өйткені барлық ауруханаларда ондай операцияны жасай бермейді, және ондай аппарат немесе қандай да инструменттер жоқ болуы мүмкін. Ал ол өз кезегінде болашақта келіншектің, қыз-келіншектердің жүкті болу мүмкіндігін одан да бетер төмендетеді. Тағы көрсеткіштердің бірі, біз айтып кетіп отырмыз ғой қазір, созылмалы жамбас ауруы деп, яғни хроническое тазовое боль дейді. Себебі белгісіз, КТ-ға түседі, УЗИ-ға түседі, ешқандай патология таппайды. Ал лапароскопия кезінде біз кірген кезде көп жағдайда ол эндометриоз болуы мүмкін. Ол эндометриоз жатырдың сыртында болуы мүмкін, немесе жатыр түтіктерінде, брюшинада, қасындағы көрші ағзаларда болуы мүмкін. Әрине бұл патология өте ауыр патологиялардың бірі болып саналады. Ондай кезде біз кірген кезде эндометриоздің барлық ошақтарын алып тастап, қайтадан анатомиясын қалыпқа келтіруге тырысамыз. Сіздерде осы көрсеткіштер болатын болса, біздің РМ клиникасында Шымкентте осы операцияның барлық түрін жасаймыз. Одан басқа да интимді пластика, немесе зәр ұстамау кезінде, жатыр қынапын түсу кезіндегі реконструктивті операцияларда жасалынады. Сондықтан операцияға келердің алдында барлық пациенттерге айтарым: жақсы оймен, жақсы психологиялық дайындықпен келіңіздер. Айтады ғой,
жақсы ойласаңыздар жақсы нәрсе болады деп. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау саламатта болыңыздар.